шеңберін құрып, жақсы көңіл басып. Шат шеңбердің бастамасы болды, сіздерге соның сөзін айта кетейін. Жоғары қарадым, аспан көрдім, төмен қарадым, жер көрдім, ортасынан тәуелсіз ел көрдім. Жоғары қарадым, аспан көрдім, төмен қарадым, жер көрдім, ортасынан тәуелсіз ел көрдім. Олай болса, тәуелсіз елдің ұландары кән? Бүгін мен жаңа сабақты бастамақпын. Және сол сабақты бастамас бұрын мен сендерді топқа бөліп арқылы үй тапсырмасын сұрап арқылы мен жаңа сабақтың тақырыбын ашпақпын. Ол әдісті мен өзім үштік одақ әдісі деп ойлап таптым. Сондықтан кезек келіп, мынау тұрған сұрақтардан әрқайсының өздеріңе қажетті керекті сұрақтарды алып, оқып, қайсысы? Үйсіндердің билеушісі кім деп? Үйсіндердің билеушісі кімде деп қалады? Яғни, бұл жерде сендерді үйсіндер және қаңғыларды бөліп жатырмын. Үйсіндер тақырыбы болса, үйсіндер көтересіңдер, қаңғыларға жауабы қаңғылар болып болса, суреттерді мына картаға. Мына оңдық қыла бересің. Картаға қағазға. Олай болса, бүгін сабағымыздың тақырыбы жазба деректердегі ғылым тайпалары. Біз тарихты қалай білеміз? Жазба деректер және жазба деректер не жатады? Жазылып, қағазға жазған. Қағазға жазылған және қағазға жазып қалдырған. Оны кім жазады бізде? Ау? Ғалымдар, тарихшылар. Екінші дерек. Қандай дерек? Олардың пайдаланған заттары, деректерді біз не дейміз? Заттар деректер дейміз. Олай болса сендерді мына алдарында тұрған қазына сандығы арқылы мен бүгін сендердің жұмыстарыңызды бағалайтын боламын. Қазына сандығы деп айтып себебім, мен ол жерге кәсімдерге ашып беремін. Сол ақшаларыңды сендер жинап, мына тұрған құнды сыйлықтарға ие боласыңдар. Қай топ жоғарғы ұпай алады, жоғары көп ақша жинайды, сол топ жеңімпаз атанады. Және бұл қазына сандығы деп атау себебім, мынау сендер өскен кезде жұмыс істесеңдер, яғни осы бізден алған білімдеріңді өздеріңе түсіндіріңдер, сол арқылы ақша табасыңдар және кімге көмектесіңдер? Ата-анаға көмектесіңдер. Олай болса бүгінгі
Есіңдегілер көріндір ма? Саған берем. Қасырға берем. Назым айтылмады. Ana oğlum Al bana tabağımızı basılsa bulundu. Yazma direktörlüğü bunun sayfaları. Hatırlayın bakalım, karakterimiz. Bugün sabahın taqribi yazma direktörlüğü bu sayfaları және bu sayfaların biri bu. Sabahımızın maqsadi kartadan bunlar ayırmağını anықтау және onların тұрмыс тіршілігін сипаттау. Бағалау критерийі бұл тайпалардың орналасқан аймағын біледі, оқушылар бұл мемлекетті құру тарихын түсіндіреді және деректер арқылы бұлардың тұрмыс тіршілігін анықтайды. Түсінікті ғой? Олай болса сендерге мен алдын кішігірім видеоролик көрсетіп жібересіңдер. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, оңтүстік Сібір және шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде бұл атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, Үйсін, Қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болады. Ал ғұндар мен Қытайдың хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 388 жылы хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталды. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым-салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта Мөде Шаньюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен Мөдеге елші жіберіп, Мөде әйелім елімнің садағасы алсын деп әйелім береді. Дунху елшісі екінші рет келіп, аузымен құс түспеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде тұлпарым елімнің садағасы алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі үшінші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды.
Осы кезде мөде әйелім мен тұлпарымды берсем де өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліміз жерді тәңір берген. Жер болса халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен парызы, құты. Оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, домқуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Көрдіңдер ме? Олардың қандай болғанын? Сендерге қысқаша түсіндіріп өтсем, яғни біздің заманымыздан бұрын 2000 жыл бұрын дейді. Мынау солтүстік Қытай, оңтүстік Сібір, ішкі Азия аумағы, ішкі Азия деген қай жер бізде? Ішкі Азия аумағында және Байкал көлінің астында ұлы ұн тайпалары өмір сүрді. Олардың негізгі басты мекендеген аймақтары осы аймақта болатын. Олар сол жерде өздерінің мәдениетін құрды. Және біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдықтарда ең алғашқы мал шаруашылығы қалыптасты. Ғұндардың мал шаруашылығы. Ғұндар алғашқы көшпелілер құрған империя. Отырықшы емес, көшпелілер құрған империя. Сындыр ма? Империя неміз не бізде? Қандай? Құрамында бірнеше мемлекеттер бар, бірлесті бар, мемлекетті біз? Енді осы жерде ең алғашқы жаңағы ұн тайпалары құрылғаннан кейін олардың көрші мемлекеттері кімдер болды? Қытай. Сондықтан Қытай жылнамаларында ғұндар туралы алғашқы деректер біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырларда кездесе бастады екен. Яғни Қытай жылнамаларында хунну деп аталатын болды. Хунну демесе, хун себебі Қытайлар зерттеген. Бізге бұрмаланып келген, көптеген. Хунну дейді, мысалы үшін олардың басшылары кім дейді? Мөдені. Шаню дейді. Хунну дейді. Осы, мына жерде, осы аймақта жаңағы солтүстік Қытай, Байкал көлінің асты, ішкі Азия, Моңғолия аумағында мекендеп жүрген жаңағы 24 тайпа болған екен. Сол кезде ол 24 тайпаның басын біріктіріп, олардың негізін құраған кім екен? Мөде Шаню. Оған Шаню деген атақты сол кездегі Қытай императорлығы берген. Өйткені Шаню деген атақ аспан ұлы деген мағынаны білдіреді екен. Мөде Шаню болғаннан кейін енді баяғы бытырап жүрген басқа да тайпалардың барлығын өзіне біріктіріп бір орталыққа бағынған мемлекет жасайды. Және сол орталықты басқарып, ол енді жердің таралғанына байланысты көрші мемлекеттерге шабуыл жасай бастайды. Соның нәтижесінде Қытайдың жарты аймағын және мына жақта Сібір, қазіргі біздің Шығыс Қазақстан облысы аймақтарының барлығын жаулап алады. Бұлар туралы кімдер айтты бізге? Бұлар туралы бізде сол кездегі тарихшылар, Рим тарихшысы Амиан Марцеллини және кім? Рим тарихшысы Приск Панийский деген Қытай тарихының атасы Смасиян айтты. Мына осы тарихшылар сол замандағы ғұндардың шаруашылығы, өмір сүрген ортасын бізге жазбалай, жазбаша деректер туралы айтып өтті. Мысалы, Марцеллин айтады ғұндар туралы. Олар дейді, ертелі кеш ат үстінен түспейді дейді. Кеңесті де ат үстінде отырып өткізеді. Кездескеннің барлығын жайпап өтеді. Ат үстінде тамақтанып, тіпті ат үстінде ұйықтап алады дейді. Көрдіңдер ме? Енді Приск дейді, олар бір кезде малға
Аң солайды. Балалар қойылған менен садақ аталады және құстармен тышқандарды атады. Бала кезінен атады екен. Біраз өскен соң олар түлкілермен қояндар бар. Яғни үлкейген кезде түлкілермен қояндар бар. Және осы принциптарын айтады келесі. Олар соғыс болмаған кезде тынығады, әрі қамсыз тіршілік етеді. Қолында бағына қанағат етіп жүреді екен. Көрдіңдер ғой? Енді Смасян айтады, Қытай тарихшысы айтады. Бұлардың құдіреттілігі сондай, олардың елшілері берген таңба бойынша олар кез келген елге емін-еркін өтіп жүреді. Емін-еркін өтіп жүреді. Және сол таңба арқылы оларды қабылдап алған көршілер оларға азық-түлік, киім, үй, жаңағы тұратын орын дайындап беруге міндеттеледі екен. Түсіндіңдер ғой? Міне, бұлар бізде қандай деректер? Бізде бұлар жазба деректер. Жазба деректер. Енді бұлардың үйлері киіз үй және жертөле болды. Бұлардың үйлері киіз үй және жертөле болды. Бұлардың баспанасында киіз үй және жертөле болды. Бұлар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылғы бұлардың тұрмыс тіршілігіне маңызды рөл атқарды. Және олардың қолөнері полихромдық стильде. Яғни полихромдық стиль деген бізде зергерлік бұйымдарға бетіне асыл тастарды жабыстыру. Осыны бізде неде полихромдық стиль дейді. Олар құмыра жасаудың, ат әбзелдер жасаудың және қыз-келіншектерге әшекей бұйымдар жасаудың өте шебер болған. Өте шебер болған. Бұл сабақ бізге негізінен 3 сабаққа арналған. 3 сабаққа. Біздің бір сабағымызда бұлардың картадан аймағын анықтау, бұлардың тұрмыс тіршілігін сипаттау болатын соң. Екінші сабағымыз олардың жауласып соғыстары. Үшінші сабағымыз құн мекемесін ыдырауы. Түсіндіңдер ғой? 3 сабаққа арналған. Сондықтан әзірленді. Шама бұлардың ең алғашқы орналасқан аумақтарын, одан кейін Қазақстан жеріндегі аумағында және олардың тұрмыс тіршілігінен хабардар болдық. Иә? Осы қазір айтылған мағлұматтар бойынша сендерге алғашқы тапсырманы беремін. Яғни ол деректер сөйлейді деген әдіс. Деректер сөйлейді әдісі. Бұл жерде сендер тобы. Сендер жазбаша деректі толтырасыңдар. Қай жерде жазбаша деректер, соны жазбаша деректерді толтырасыңдар. Сендерге ұлымдар. Қаңылар тобына Қаңылар тобы заттай деректі. Қайсысы қай сатыға тура беретінін жазасыңдар.
Ama o karşılığı. Çalışı derek çıkar mı? Bu dalısa gerekli de. Bu dalısı nedir? Onu kayda verirsin, onu kolunu kaçma yazarsın. Bu dalısı nedir? Bunda kolunun balık gibi anlatsana. Murat Temur, Murat Tanrı, Kışkır, Tanrı, Halkı. Bunlar Tanrı böyle ne yapıyoruz? Bunlar böyle söylediğini hiç düşünmüyoruz. Murat Temur, Borak, Tanrı, Tanrı, Halkı. Kuşbeli Orman Savaşları'na Şılgı, Irakara, Koş yapıyor. Bu nefesinde Kış Murat, Atabey'e Ama babasını yılın uyanıp bir kuş tutuyor. Şimdi yanlışı derler o ya. Şimdi yanlışı derler. Bunu da derler. Bir daha bunu kendisiniz. Asmayın. Keskin kartlardan. Bunların Allah'ın olmasa aymanını anlatır. Derler olanın gözünden anlatacağız. Martin aslında, Martin. Ya. Hop. Bakalım bir daha. Bir daha bakalım. Ya. Bu adam sırasında mı? Öyle bu. Canlı olan kursların adını atacaksın. Kursların. Kursların sayfalarda. Sen nasıl geziyor gidiyordu? Acaba bu ne anlatıyor? İlk kısa olsa. Bir sınır bu olmalısınız. Götürgümüz. Siz de ne yapıyorsunuz?
Vakti kadar oldu. Bak, buldu. Hadi gelin. Buldu mu? Arındı. Gelin. Олардың көршілері Қытай үйсін қаңлы. Олардың көршілері Қытай дейсін қаңы болды. Алаш болмасın аумағында. Жаңа айтмайсыңдар кеше. Динли, Хақастар, Ұлқулар, Хан әулеті, Ухуан әулеті. Жаңа айттым? Мөде. Ұлқулар келіп, бірінші әйелін сұрады, екінші атын сұрады, үшінші жерін сұрады. Өзі жер деді де, бермейміз деді, жер халықтың егері деді. Мынау екеуміз қыста бір сөйлесейік. Келді, шықыңдар. Sarmatların kuşları kanlılar üstünde. Al bunlar Қазақстан шекарасында. Қазақстан шекарасында. Олардың көршісі үстінен kanlılar. Мақсат, Қазақстан шекарасында ма? Қазақстан шекарасында. Мына жерде қай жерде енді? Қазақстан қайда? Жетісу. Қазақстанның қай аймағы? Шығыс Қазақстан аумағы. Олардың көршілері айттыңдар, ә? Сендерде